Қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге Мадина, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін хит восточный пирогты пісіретін боламын. Ең алдымен ыдысқа ұнымызды саламыз. Үстіне бөлме температурасындағы сары майды және құмшекерді салып, жақсылап езіп араластырып алатын боламыз. Ұнымыз міне дәл осындай болып шығу керек. Үстіне жұмыртқаны салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қолға жабыспайтын қамыр шығу керек. Описание бөлімінде барлық мөлшерлемесін қалдыратын боламын. Каналыма тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Мына әдемі жұмсақ қамыр болды бізде. Осыны 15-20 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Қамырымызды табамызға әдемілеп жайғастырамыз. Қамырымызды жайғастырып болғаннан кейін вилкамен осылай қамырды тесіп алсақ, жақсы пісетін болады, біркелкі болып. Ішіне өзіміздің қалауымыз бойынша дәндерді салатын боламыз. Негізінен мейіз, өрік, жаңғақты салған абзалырақ, және де үстіне сгущенканы құйып, пешке пісіріп алатын боламыз.